TikTok пен Reels'ке бәсекелес жаңа қарсылас шықты. Бірақ бұл жолы видеоның бәрін адам емес, жасанды интеллект жасайды. Қызық па? Талдап көрейік. Жаңа функцияның аты Vibes, Meta AI қосымшасы мен сайтында қолжетімді. Бұл лентада қазірден бастап жасанды интеллект жасаған қысқа видеолар ұсынылады. Қолданушылар видеоны нөлден бастайды, немесе дайын видеоны ремикс жасап, өз стилінде өңдей алады. Музыка, визуал эффектілер, стиль элементтерін қосып, нәтижесінде Vibes'та лентаға немесе Instagram мен Facebook'тағы Stories, Reels бөлімінде жариялай алады. Мета алғашқы уақыттағы үлгілеріне Midjourney мен Black Forest Lab секілді серіктестерін пайдаланса, енді компания өз жасанды интеллекті үлгілерін дамытып жатыр. Алайда бұл ешкімге керек емес деген пікірлер де бар. Себебі кейінгі жылдары жасанды әрі сапасы төмен контент әлеуметтік желілерде көбейіп кетті. Сіз қалай ойлайсыз? Метаның Vibes'ы шынайы шығармашылық па, әлде жасанды интеллект контентінің сапасыз көшірмесі ме? Комментарий қалдырыңыз.